Ресейден шыққан қазақстандық модель Руслана Куршунова көз жұмарының алдында Джеффри Эпштейннің педофил аралына барған. Эпштейннің атышулы ісіне қатысты құжаттар жарияланғаннан кейін Нина Ричи парфюмериясын жарнамалаған. Түсініксіз жағдайда көз жұмған модель Руслана Куршунованың миллиардер секс саудагер Джеффри Эпштейннің аралына барғаны белгілі болды. Осы материалдарға сәйкес 2006 жылы Куршунова бай табынушысымен бірге оның жеке ұшағымен кіші Сент-Джеймс аралына ұшып барған. Қазір бұл аралдың аты қол саудасымен және педофилиямен танымал болып отыр. Бұл аралда Куршуноваға нақты не болғаны белгісіз. Алайда сол кезде қыздың агенті оның аралда өткізген уақытына көңілі толатынын айтқан еді. Дегенмен журналистер кейінгі мәліметтерді ескере отырып, модель аралдағы басқа да қыздар сияқты жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырағаны болуы әбден мүмкін деп болжайды. 2 жылдан кейін модель көз жұмды. Куршунова 2008 жылы 28 маусымда 21 жасқа толуына 4 күн қалғанда Манхэттендегі 9-шы қабаттағы пәтерінің терезесінен құлап кеткен. Полиция қыздың өз-өзіне қол жұмсағанын айтады, бірақ суицид туралы жазба табылған жоқ. Сонымен қатар, қыздың барлық жақындары, достары және таныстары оның өзіне қол жұмсайтындай күйде болмағанын және оның кісі қолынан қаза тапқан болуы мүмкін екенін айтқан еді. Олар қыздың өлерінен бұрын Париждегі сән көрсетілімінен оралғанын және әлемнің шыңында болғанын айтты. Куршунова модельдік бизнесте, соның ішінде Нина Ричи парфюмерлік брендімен жұмысының арқасында көпшіліктің есінде қалды. Оның өлімі әлем назарын аудартты. Руслана Куршунова 1987 жылы 2 шілдеде Чукоткада дүниеге келген. Содан кейін отбасымен бірге Алматыға көшіп келген. 2003 жылы оның All Asia журналындағы фотосуреті Models 1 ірі модельдік агенттігінің өкілі Дебби Джонстың назарын аударады. Кейінірек қыз онымен келісім шартқа отырған болатын. Куршунова ұзын шашының арқасында орыс Рапунцелі деген лақап атқа ие болды. Ал 2005 жылы Нью-Йорк сән апталығының басты жаңалықтарының біріне айналды. 2008 жылға қарай Куршунова Bulgari, Maskino секілді әлемдік ірі компаниялардың жарнамалық науқандарына қатысты. Сонымен қатар Elle және Vogue журналдарының мұқабаларына шықты. Айта кетсек, Джеффри Эпштейн кәмелетке толмаған қыздарға бірнеше рет жыныстық қылмыс жасады деп айыпталған америкалық миллиардер. 2019 жылдың 6 шілдесінде Эпштейн ондаған қызды сексуалды құлдыққа итермелеп, қылмыстық желі құрды деген айыппен қамауға алынған. Олардың ең кішісі 14 жаста болған. Сол жылдың тамызында ол түрмеде қайтыс болды. Медициналық сараптама оның өлімінің себебі суицид екенін анықтаған еді. Достар, егер сіздерге менің видеоларым ұнаса, лүпіл басып маған тіркеле отырыңыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет.